Жазылды дариға есімін күндер тербеткен махаббат бесігін сенің көктемдей. Сарман, сен неге үнемі кешігіп жүресің? Кешіріңіз ағайын, қазақпыз ғой. Жауапкершілігің жоқтығын неге ұлтқа жауға салдың? Кешіріңізші ағайын, қайталамайды, кешікпей келемін. Енді қайталанса не болатынын білемісің? Жоқ, білмеймін аға. Енді кешіксең көтіңді айыра. Ошым қолдарың бос екен ғой, тасташы темекіңді айналайын. Офисте шекпейміз деді ғой. Офистің берекесін қашырасыңдар ғой. Ой, сен өзің білбаш, өмір өші жерде ішіп пұшып, қуып жүріп, қайнап жүретін сен ғой. Қойшы оны. Не отыр? Әдеттегідей осы. Тып-тыныш па тема? Ойбай, тендермен айналысамыз деп, мынандай офис алдық. Даңғарадайық. Бірде-бір тендер ұтпадық. Әшейін аренда төлеп отырып, кейде оған ақша да таппай қаламыз арендаға. Аренда қанша? 600 мың ғой. Бір қой. Бір қыздың қалың мал десей? 60 мың теңге. Соны өзін төлей алмай айтқан жоқпыз ба? Жеге, негіз бізге береке келу үшін офис ауыстыру керек. Не ған келмейтін береке ол, 6 офис ауыстырдық қойш? Осындайда деймін, бір әйел тістап алсаң да. Күніне 1-2 рет арзақ қоясың. Ақшаңды беріп тұрса, астында машинаң бар. Райым сияқты да атақты болмады қойш. Ерке сияқты біреуді ұстап алады. Еркені ұстап алатын емес, ұсталып қалатын десей? Бәрекелді, міне. Қазағымыздың жастары өркендеп өсіп келе жатыр. Болашағымыз ғой міне. Главный ниетті дейді бауырым. Сол ниетіңе жете бер. Міне. Интересныйда 1000 қыздың арасынан шыққан бір уағызды фүкет өткізіп жіберген үшін Қонжық Аюлы зынданға қамалсын. Сен бүйтіп жүре берме, үйленсе отын да? Жеге бір иманды қыз кездессе үйленем ғой. Сол иманды қыз жолы үшін жаңа уағыздарға кішкене тоқтап, тыңдау керек арасында. Жігіттер, в общем, қош әңгіме қойыңдаршы. Бір братан бар да, серьезный братан ғой. В общем, темаға шақырып отыр ғой, бір тема бар, кеңдер. Ақшасы нормальный дейді. Барып қайтайық, не екен қызық қой. Ақыры мына жерде дым тындырып атқан жоқпыз. Қақа шақырып отыр братан кездесуге. Лифтте кездесіп отыр братан, қорқып қалдық қой. Ондай емес, кәдімгі серьезный кісі ол. Нормальный тема бар дейді. Соны тындырсаң да нормальный ақша ұстайсыңдар дейді. Барып қайтайық. Давай. Ақыры құрып отырып қой. Бүршік берші, брат. Ой, бөле, Қонжық сатып алып шекші темекін қалтаңа салып. Просто қалтамда жүрсе шек қоя берем да, денсаулыққа зиянда. Сен сұрап шегуің ауруыңа зиян ғой. Баршы далаға барып шекші. Не қылдың? Мұрындар ақшы. Түнде қайда болдың? Үйде? Қандай үй, клуб қашаннан бері үй болатын болған саған? Маш, жан үйде болдым мен кеше. Мен саған жас бала емеспін, алдауыңды ғой осылай. Соқыр деп ойлайсың ба? Аяжан бұл бірінші рет емес. Бауырым тыныштық па? Қойш. Сен араласпай-ақ қойш. Мен саған неше рет айтам? Жіберші. В смысле жіберші? Ауырады ғой, блин. Өшіріңді, мен саған бауырым жіберсе ауыртасың қыздың қолын. Тарт жолың, неге ойланып тұрсың? Жоғалшы ма жолыңа, Бауырым жай сөзбен айтып тұрса ауырсақ та қойса болды ғой. Екшак, жоғалып кетші мына жер. Сенде бәрі нормально ма? Иә, бәрі жақсы. Жолығамыз әлі. Ішерің ауырған жоқ қой, Жоқ, бәрі жақсы. Жақсы, жүре бер. Рахмет. Бұл жақсылығыңыз қалай қайтарсам екен? Жоқ, ештеңе жоқ, нормально бар. Сіз болмағанымен не істер едім? Ойба, қарындасым бір кинода да ұрады екенсің де сен де. Менің орнымда кім болғанда осылай жасар еді дейсің. Жақсы қарындас, жүре бер. Машинаңды жарысқа қақта? Ойо, көтің құшы, отыршы.
Бірігілді, тілі салақтап жатыр. Машинаң жоқ қоймайсың ма, хотя кір ғой машина. Сондай ол. Мен алдын тазаланып тұрмын, не амашсың басқа жерде. Бір біздің көз жауып қойып апарады екен ол. Айтыш. Тасташы, темекі шекпеш. Қалай екен? Жаңа офиста ойбай. Нормально Шеш машина ғой бұл. Қойшы, мусор машинаң. Айда, не аласың? Темекі беріңдерші, брат. Сен негізі обязательно шеу керексің ба? Отырш, бля. Айбе. Сарманнан бәрін естіген шығарсыңдар. Естігенде біраздан маған ештеңе айтпады ғой. Естен шығып кеткен екен ғой. Бір үлкен тірлік болып тұр. Братан, машата сенде жатыр. Мен ондай майда шүйдемен айналыспаймын ғой. Машадан да үлкен тірліктер болып тұрмыз. Бұраған темегінен болса. Қойса? Жігіттер сөздің қысқасы. Мен өзіме, мен бизнесіме бір маңызды документ керек болып тұр. Сол документті маған жеткізесіңдер. Ырза қылам өзім. Ырза қағанда, братан, қанша болып отыр ғой, ырза болу деген. Ойымдамасай, өкпелетпеймін ғой. Қазір жігіттер адрес жібереді. Барасыңдар, документ алып келесіңдер. Болды, братан, жақсы. Жақсы. Рахмет, братан. Бас. Жақсы. Жеге тоқтаңдаршы. Не алды? Шілей бандиттер сияқты киініп алған жоқсыз ба? Тірлікке баратқандай. Ұрлыққа баратыр қой. Дерскі көрініп тұрды да. Ертең аяқта ұсталып қалатын жағдай болса да достойын тұрасың ар жақта. Бірақ тоқта да, сен Шілей ана Саша Гулға қатты еліктеп кеткен жоқсың ба? Иә, сосын матрица дегенде сыбыстар бар. Давай. Қонжық, қазір қопалданбай аяғың тез баста ана затты алып шығайық. Проблема болып жүрмеш қазір. Жеге, іштерің ауырып жатқан жоқ ба? Не қалды? Бәрі менің жаман қатты ауырып жатыр ше. Ой, бля. Кетке. Жеге, тоқтаңдаршы. Бір темекі шегіп алайықшы. Пошел, Осы терезе ғой деймін. Аш. Давай, капондарын киіңдер. Айтпадыңдар ғой маған. Мал. Тастап кеттің ба? Мына Шеше адам болмайды ма? Мал ғой таза. Не істейсің енді, не істейсің? Қоя береш, бүйтіп жүре берем. Ниндзясың ба сөйтіп жүретін? Фу, шеше. Давай, кет. Қытай. Қонжық дұрыстап ұстай. Тұрыңшы сен. Маған неге жағасың, түк көрмей алыңға жақсы. Фу, шеше. Не біле, осырдың ба? Сәл-сәл кетіп қалды. Фу, шеше. Сәл-сәл немене білесің? Бір орында тұрып қалды ғой, немене біле жегесің? Дұрыс қой, неде, сквозняк жоқ қой. Құршы, жаңа ішім ауырып жатыр деген. Uzun bələyən o. Аңғайсыз. Негізі темекі шегіп алу керек еді. Өлесің ба? Шыққаннан шегесің ба? Еба ашық. Прикинь. Таптым, жегіп таптым.
Міне осы ғой бар как раз мына сен баратын жеріңе керек болып тұр ғой құры бар шеше туалетіңе таптым дейді ақ парақтай шеше мынау да шеше іштік бәле болды шешіп тастайықшы. Жиге, ау, таптым. Қош, кәне. Кеттік. Міне, братан, осы документті көріңізші. Жарайсыңдар жеттер. Ал сендердің еңбектеріңе. Ба, мынау бізге ма? Ачы аз ба? Жетпесе айтыңдар. Ойбай, братан, мынау жеті ұрпағымызға жетеді ғой біздің. Сендер маған ұнадыңдар. Алда әлі талай бірге жұмыс істесеміз. Болды, братан. Рахмет, братан. Жақсы. Қыздар, жігіттер, ей! Давайте! За новых казахов! За новых казахов! Эй, сержант, братан! Эй, Каждый мечтает с тобою лова гейм over. Мужчины плачут так, как одиноки. Они не любят никого, лишь только твои ноги. Сіздер сонда немен айналысыватсыздар? Ей, біз ғой қазір қалада движениеде жүрген. Біз танып тұрған жазыңдар. Ей, лям туда, лям сюда, ақша пішен бізде. Братан, сен сержан братан копиясың. Ей, өзімін ғой. Бөлек отырсы болар ғой, Бөлегіне бөлек болып отыр ғой, брат. Немен бүйтіп киініп алғансың? Ей, түк көрмейсіңдер ғой. Баяғыда рейхтер ғой, рейхтер. Көшең жігіттер дәл өспейін жүрген ғой. О заманда бандиттер емес, бәрі сөйтіп келген ғой, стиль болғанда ол. Көше бопты. Жігіттер. Қытай. Көріп отырсыңдар. Братан, серьезно. Братан үшін ақ қойық. Че? Братан, серьезно тірліктер беріп жатыр, серьезно тірліктермен айналысады ол. Біз, тасташ соттыңды. Біздің болашағымыздың кілті осы. Болашақ үшін ақ қойық. Көтіңді қысшы, тыңдасай да қанса. Тыңдаш. Жігіттер, мен болашағымызды осы кісіден көріп тұрмын, осы братаннан. Осы кісіден айырылмай, шанс бізге кеп тұр. Давайте. Болашағымыз үшін ақ қойық. Ей! Ана Қытай кәні? Білмеймін, жүреді ғой ана. Келдіңіз бе? Келдім, көріп тұрсың. Сені керек деп ойламадым. Келмесімен қоймадың, звондай бер. Тағы саған бірдеңе болып қалма деп. Сонда мен ойладым ба? Ойладым сен. Себеп. Сізге бұл жақсылығыңызды қалай да болса қайтару керек деп шештім. Айтшы оғлам, ештеңе. Қазір. Жаным, ше сөйлеп бер. Дайындығы жақсы. Мына гүлдерді сіздің сұлулығыңызға теңедім. Әлі есімде сағынымы туыңай, құшақтата алмаймын өкінішке орай. Енді ештеңе де бұрынғыдай болмайды.